Елестетіп көріңдерші, бұл аспалы жол шамамен 2000 метр биіктікке дейін көтеріледі. Ал біздің кабинаға тіпті 10 адамға дейін сыяды. Айтпақшы, мінез-құлық ережелері туралы айтсақ. Темірхан, фуникулердің ішінде секірме, қауіпті. Қасқырға қауіп қорқынышты емес. Мұндай сөздерді қайдан үйренесің? Дұрыс айтасың, Тема. Тура мен көріп жатқан жүрек жұтқан төбеттер сериалындағыдай. Мен жүрек жұтқан төбетпін. Қыздар, күлімдеңдер, суретке түсірем. Алақай, суретке түсеміз. Жаңа құлаққаппен түскен алғашқы суретім. Құлаққабың неге құлағыңды жаппай тұр? Тамаша сурет. Жоқ, тағы бір рет түсірші. Мама, қашан тамақ ішеміз? Балам, жаңа ғана тамақ іштің ғой. Уайымдама, Темірхан. Мамаң екеуміз тамақ алып алдық. Қонақ үйге орналасып алған соң тамақ ішеміз. Бөлмеде Wi-Fi жақсы ұстайды деп үміттенем. Қазірдің өзінде нашар ұстап тұр. Есесіне мына ғажап көрініске қараңдаршы. Аталарың мен апаларыңа жіберейін. Пап, телефоныңды алсам бола ма? Жоқ. Мынандай биіктіктен сырғанау қауіпсіз екеніне сенімдісіңдер ме? Уайымдамап, Кетай. Басқа нәрсемен айналыссақ та болады. Мысалы, ақ қала жасауға болады, немесе талғар шыңына шықсақ болады. Қарда періште жасасақ болады. Маралдың іздерін іздеуге болады. Какао ішсек болады. Қаратсақ болады. Қаратсақ болады. Мен де солай дедім ғой. Ой, кешір бота. Құлаққап тағып алған соң сені естімей отырмын. Бірақ Шынымды айтсам, мен сендермен бір ойнанағым келеді. Оның аты өмір. Бұл ойында кез келген адам болуға болады. Ең басты мақсат өмірді кейін өкінбестей етіп сүру. Себебі уақыт зырғып өтеді, ал оны бос өкініштерге жұмсауға болмайды. Мама, оны көрсете аласың ба? Әрине, жаным. Бірақ ол сөмкенің түп жағында жатыр. Темірхан, секірме дедім ғой. Тұра тұрыңдар. Ақыры келдік-ау. Тегін Wi-Fi. Алия, тоқта, алдымен тапсырыс беру керек. Алақай, тамақ. Сосын ғана ішеміз, тамақты үйде жейміз. Мен какао алам. Маған шай. Мен Эрл Грей ішем. Қызық күн болды. Көрдің бе, Алия? Офлайнда да жақсы уақыт өткізуге болады. Интернет қосылды. Менің құлаққабым қайда? Менікін де ала келші. Али әпке, ойынды ұмытып кетпе. Қазір бастаймыз. Осы қазіргі жастар түсінбеймін. Жаным, уайымдамашы, бірақ... Тамақ салған сөмкені ұмытып кеттік пе? Қай жерде? Уайымдама, жаным, бір амалын табамыз. Балалар, біз көп ұзамай келеміз. Аля, балаларға бас көз бол. Түс пен наннан басқа ештеңе жоқ па? Менде шырын бар. Кетемізге білсек болады. Тоқтаңдар. Мама, папа, кетіп барасыңдар ма? Тез келеміз, кешкі асқа үлгереміз. Уайымдама, Дима. Біз көп ұзамай келеміз, сосын бәріміз бірге тамақ ішеміз. Біз қайтып келгенше ешқайда шықпаңдар. Бірдеңе болса қоңырау шалыңдар. Я, жақсы. Wi-Fi-дің паролін де біліп беріңізші. Менің сериалым жүктелмей жатыр. Телефонын үйде ұмытып кеткен жақсы. Тоқта, менің телефоным қайда? Ой, бұл... Міне, мен аяқтадым. Лала, сен бірінші жүресің, Лала? Тима, жасыл фишкамен ойнағың келе ме? Жоқ, рахмет. Дәретханаға бара жатырмын. Енді кімнің екі телефоны бар, табыңдаршы? Али әпке! Мама мен папам қайда? Олар тамақ алып келуге кетті. Есік те ашылмай қалды. Немене? Енді осында қамалып қалдық. Немене? Тыныш, ешкім қамалған жоқ. Әке-шешелерің көп ұзамай қайтып келеді. Ал әзірше ойнай тұрайық. Мен президентпін. Онда мен полицеймін. Ал мен детективпін. Жарайды, онда мен супермодель? Біреудің бұл өмірде жолы болатын сияқты. Бұл қалай болғаны? Лала, сен жүре алмайсың. Тоқтатып қою картасын алдың ғой. Қатарынан үшінші рет, әлі қанша отырам? Ого, мен жыл адамы сыйлығын алдым. Құттықтай
құттықтаймын әлі әпке. Бұл өмірде сіз жеңімпаз болдыңыз. Тағы бір рет ойнаймыз ба? Немене? Мен бір ретте жүрмедім ғой. Уайымдама Лала. Келесіде сәті түсер. Сәті түсер? Мені тоқтатып қойған сен ғой. А? Бұл не? Бұл электр қуатының үзілісі деп аталады. Мұндай жағдай... Тоқтаңдар! Сұлу қайда? Немене? Қайтадан ба? Ой, кешіріңдер, ұлғайтқышымды түсіріп алдым. Сендерде мұндай жағдай жиі болады, иә? Айтпақшы, Тима қайда? Дәретханаға кеткен. 40 минут бұрын. Тима, бәрі жақсы ма? Асқазаны тамақ құртпай қалған шығар. Енді ше, сонша піспенан жеп алды. Тима, аш. Бұл есікте ашылмай қалған шығар. Тима, қашып кетті ме? Сендердің ойларыңша ол... Болды, қайдағы жоқты айтпаңдар. Тиманың терезеден шығып кетуі мүмкін емес. Ол тым тар ғой. Қарасаңдаршы, тіпті басым да сыймайды. Ол терезеден қашып кетті! Уайымдама, Лала! Басты, сабыр сақтау керек! Уайымдап тұрған жоқпын. Тиманың үйден кетіп қалуы мүмкін емес. Бір жерде тығылып ұйықтап қалған шығар. Әрине, сол баяғы Тима ғой. Тоқташы, ол неге қашып кетті? Мұның бәрі Лаланың кесірінен. Немене? Жағдай бұлай болды. Сау болыңыздар, Сұлудың ата-анасы. Сау бол, Бота. Сынық есікпен папам мен мамам енді қашан келеді? Ешқашан. Немене? Есік ашылмай қалды. Енді олар кіре алмай. Біз осында қамалып қалдық. Мәңгілікке. Бәрі басқаша болды. Тиманы қорқытпадың демексің бе? Әрине жоқ. Жағдай бұлай болды. Сынық есікпен папам мен мамам енді қашан келеді? Ешқашан. Немене? Ешқашан. Олар сені ешқашан тастамайды. Бірер минуттан кейін қайтып келеді. Себебі сені қатты жақсы көреді. Лала, рахмет! Сен әлемдегі ең керемет әпкесің! Лала, мүмкін сен менің де әпкем болғың келер? Не? Ей, жетер! Лала, Тима үйде болса терезе неге ашық тұр? Және бұл не іздер? Жай ғана бөлмені желдеткен ғой. Ал іздер оның іздері емес. Жоқ, бұл сөзсіз Тиманың іздері. Бірақ ол терезеге қарай емес, терезеден бері жүрген. Не? Бұл не деген сөз? Меніңше, жағдай бұлай болған. Лала, расымен Тиманы қорқытты делік. Қорқытқан жоқпын. Ол ата-анасы үшін алаңдап, оларды өзі іздеп табуға бел буды. Бірақ сыртта мұншалықты суық болады деп ойламаған еді. Солайша, іздер пайда болды. Ол іздер... Бұл Тиманың рюкзагы ма? Фу, сонша не күткен? Ішінде не бар екен? Құлаққап. Ей, мұның ішінде құлаққап қайдан жүр? Мынау жамылғы ма? Шайналған түтікше ме? Қашуға дайындалған сияқты. Немене? Мына заттарға қарап не ойлағанын түсінуге болады. Бастапқыда Тима рюкзагын алды. Содан соң жастықты өзіне жылы болу үшін тартып алды. Бұл қалай болғаны? Лаланың құлаққаптарымен бірге. Қайқы кілт ретінде шырының түтікшесін пайдаланбақ болған. Ең соңында азық түлік алған. Рюкзагы осында болса, Тиманың өзі қайда? Бәлкім Лала бізді шатастырғысы келетін шығар. Жарықтығым өшірді? Дұрыс, жарық. Тима қараңғыдан қорқады. Сондықтан жарық сөніп қалғанда Тима тығылуы мүмкін жалғыз жер. Иә, дұрыс. Иә, Тима сәремізді шырдың ғой? Тима? Не? Қараңдар, күрткесі де жоқ. Қалай жоқ? Тима? Мүмкін емес. Тима? Демек, Тима қашып кетіпті. Тима шық. Бірақ ақылға қонбайды ғой. Болды, мен Тиманы іздеуге кеттім. Қыздар, есікті сындырам. Ай, Алтай? Әлия, вандализм жайлы сөйлескеніміз есіңде ме? Сәлем жандарым, біз тамақ алып келдік. Сондай-ақ есікті жөндедік. Сендерде бәрі жақсы ма? Алтай, өтінем кешірші, мені бұлай болғанын қаламадым, бас-көз бола алмадым. Тима, қашып кетті. Қашып кетті? Оны соңғы рет қай жерден көрдің? Мен білмеймін.
маған мына пішнайды берген кезде шығар. Пішінай? Саған өзінің пішінайын берді ме? Я, онда тұрған не бар? Демек, ол басқа пішінай жеген. Жүрек жалғайтын нәрселер қайда тұр еді? Мама, папа, қайтып келсіңдер ғой. Тима, осында екенсің ғой. Балам, бәріміздің зәремізді ұшырдың. Үйден жалғыз шығу өте қауіпті. Әсіресе ересектерге ескертпесең. Кешір, мама, енді олай істемеймін. Енді бізді бұлай қорқытушы болма, Тима. Ұқтың ба? Қорқытпаймын, уәде берем. Бір жерде ұйықтап жатыр дедің ғой. Дұрыс айтасың, Лала. Тиманы жақсы білемін деп ойлап едім, бірақ жазбаларымды жаңарту керек сияқты. Құпия сөзді сұрадыңдар ма? Wi-Fi-дың құпия сөзі жоқ екен. Бәрі жақсы болса, енді тамақ жеп алайық. Кімнің қарны ашты? Кешіріңдер. Күншіктер! Алақай! Күншіктерді көріңіздер. Жазылып, қоңырауды басыңыздар. Көріскенше!